Қайырлы күн, құрметті тыңдармандар. Әдебиет әлемінің асыл қазыналарын бірге қопарып кепкелер әлеміне үңілетін подкастымызға қош келдіңіздер. Бүгін біз қазақ әдебиетінің алыбы, өзіндік орны бар жазушы Сәбит Мұқановтың 1924 жылы шыққан Әсия әңгімесін талқылайтын боламыз. Бүгін қонақта Абай Адия. Адия, қош келдің. Қайырлы күн, сені көргеніне қуаныштымын. Бұл шығарма жай ғана мәтін емес, бұл сол ғасырдағы қазақ ауылдардағы ашты шындық. Оқиғаның ортасында 9 жасар Әсия атты кішкентай қыз тұр. Оның тағдыры жоқшылықта, жауапкершіліктің ерте артылуында және балалық шақтың ерте аяқталуында. Оқиғаның соңында Әсия қаладағы мектепте пионер болып, мүлдем жаңа адамға айналады. Шыны керек, әңгімені оқығанда алғашқы беттерінен ақ денем түршікті. 9 жасар қыздың суық үйде түтінге тұншығып, жылаған інісін жұбатып отыруы оның дейтін өте қиын бір нәрсе болып көрінді. Қазіргі біздің балалардың уайымсыз өмірімен салыстырғанда бұл нағыз трагедия сияқты көрінеді. Шығарманың негізгі өзегі әділетсіздік пен әлеуметтік теңсіздік. Қазіргі Сәбит Мұқанов кедей мен байдың арасындағы айырмашылықты жер мен көктей айырған және оның Әсияның күнделікті істейтін әрекеттерімен дәлелдеген. Және басқа байдың балалары жылы жерде жақсы киініп отырса, ал майлы байдың балалары салқын үйде ескі күпіге оранып отыруға мәжбүр. Менің ойымша, шығармадағы ең әсерлі жер ол Әсияның інісі Өміртайды салқын үйде ескі күпіге оранып жұбатып отырғаны. Өзі бала бола тұра інісін әжең бауырсақ алып келеді деп жалған болса да үміт сыйлап оған көже ескізіп ұйықтатады. Солай маған өте әсерлі жері сол болды. Және Әсияның балалық шағының қызығын көре алмай, балалық шағы ерте аяқталуы, үй шаруасына көп жүгілуі және үлкен қыздарша ұршық үреуі кез келген оқырманды бейжай қалдырмайды. Қазіргі қоғам тұрғысынан қарасақ, біз үшін баланың мектепке баруы, тамағын тоқ, көйлегін көк, бүтін болып жүруі ол табиғи нәрсе. Бірақ Әсия бізге бұл мүмкіндіктердің қандай күреспен, қандай қиыншылықпен келгенін еске салады. Қазіргі таңда да әлемнің кейбір түкпірлерінде Әсия сияқты балалық шағы еңбекпен ұрланған бүлдіршіндер бар екенін ұмытпауымыз керек. Менің ойымша, бұл туынды бізге бақытымызды бағалау керек екенін үйретеді. Біз үшін мектепке бару, жайлы мектепте оқу ол бізге күнделікті іс. Ал Әсия үшін бүкіл өмірінің еркіндігі мен мәні болды. Бұл туынды маған әрбір нәрсеге қанағатпен қарауды және білімнің қадірін түсінуді үйретті. Және біз Әсия еткен жарық дүниені өмір сүріп жатқанымызды сезінуіміз керек. Дұрыс айтасың. Ендеше бүгінгі тақырыбымызды қорытындыласақ. Сонымен Әсия әңгімесі бұл жай ғана кішкентай қыздың оқиғасы ғана емес, бұл надандық пен қараңғылықтан шығып жарыққа ұмтылудың біртұтас дәуірдің тарихы. Және бұл шығарма бізге әр бала бақытты балалық шаққа құқылы екенін дәлелдейді. Және Әсияның жарқыраған жанары мен батыл дауысы білім адамды қалай биіктететінін дәлелдеді. Өте орынды. Сонымен достар, Сәбит Мұқановтың Әсиясы тек өткеннің хикаясы емес, бұл білімге деген құштарлық адамның бостандық туралы мәңгілік жыр. Бүгінгі тақырыбымыз көрермендердің жүрегінен жол таба алды деген ойдамыз. Тыңдағаныңызға рахмет. Қош сау болыңыздар.